Қайырлы күн, құрметті қанымдар. Мен сұлу арнасына қош келдіңіздер. Бұл арнадан сіздер үй жағдайында күнделікті өз-өзіне күтім жасау туралы пайдалы кеңестер ала аласыздар. Әйел адамның жаста сұлу көрінуі әрине әдетте өз-өзіне жасайтын күтіміне байланысты. Осы орайда сұлулық символы атанып, күні бүгінгі 90 жасқа келгенше әдемілігі мен сымбаттылығын сақтап қалған Софи Лореннің мына сөздерін сіздерге мотивация ретінде беруді жөн көрдім. Сұлу болғыңыз келсе, ең алдымен еріншектіктен арылыңыз. Сұлулық кімнен де болса ерінбей еңбектенуді талап етеді деген екен. Сондықтан қыздар ерінбей күтім жасап, мейлінше қолда бар өнімдермен үй жағдайында маскалар мен ем-домдар жасап үйренеміз. Ол үшін ең алдымен беттеріміздің қай типке жататынын анықтап аламыз. Анықтау үшін қағаз сулықты, яғни салфетканы алып, таза құрғақ бетімізге қоямыз да үстінен сәл басамыз. Сосын сулықты алып қараймыз. Егер сулықта ешқандай із болмаса, беттеріңіз құрғақ болғаны. Ал егер маңдай мен мұрынның екі тұсында ғана болар-болмас із қалса, қалыпты тері болып саналады. Сулықта маңдай, мұрын үсті және иек тұстарында із қалса аралас тері, ал осы аталған тұстармен қоса екі бетіңіздің тұсында да із қалса майлы тері болып саналады. Кейінгі видеоларында мен әр тері типіне жеке-жеке күтім жасауды салатын боламын. Сондықтан қазақ тілінде контентті қолдап, лайк басып, пікір қалдырып, тіркеліп отырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.